Қалық қормалы Жолымбет баба. Шежіре деректері бойынша орта жүзді Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қоңырат, Қыпшақтар құрайды. Жолымбет осы алты арыстың ішіндегі Найман тайпасынан тарайтын Қызайдың, яғни Шағыр бабамыздың шөбересі Құдайназар батырдың үлкен ұлы. Атап айтқанда, Найман, Белгібай, Сүгірші, Құрманай, Төлегетай, Қытай би, Матай, Аталық, Қамбар, Құттыболат, яғни Шағыр. Меңіз Тәңірберді, Құдайназар, Жолымбет. Сонда Жолымбет Найманның 14-ші ұрпағы болады. Қызай анамыздан итемген Меңіз, Бегімбет, Дербіс туылған. Олар 4 Қызай деп аталады. Қызайдың екінші ұлы Меңістен Тәңірберді, Тілеуберді, Тілеуғабыл атты 3 ұл туған. Тәңірбердіден Құттымбет, Құттықадам, Құдайназар, Байназар, 80, Қасаболат, 90 Жанбай, Тымбайлар өбейді. Бұлар ел аузында 9 Тәңірберді делінеді. Құдайназардан Жолымбет, Есенгелді, Сұлтангелді атты 3 ұл туған. Құдайназар бабамыз жоңғар шапқыншылығына қарсы бір жолғы сұрапыл соғысқа қолбасшылық ету барысында мезгілсіз мерт болып, 3 жылы жастайынан жетім қалады. Сол себепті бұлар ел ішінде 3 жетім деп аталып кетеді. Жолымбет Құдайназарұлы 18 ғасырда, яғни 1708 жылы Матай тауы өңірінде туылып, 1780 жылдардың соңына ала Тоқта тауы өңірінде 80 жастан асып барып қайтыс болған. Жолымбеттің бірінші әйелінен Баянбай Байбырақ, екінші әйелі Аманбикеден Малай, үшінші әйелі Мәлбикеден Жайсаң, төртінші әйелінен Шапшаң Арықпан туылған. Бұлар 6 ата Жолымбет деп аталады. Жолымбет тек адамның аты, сонымен бірге үлкен бір тайпа елдің аты болып қалыптасқан. Қазір Жолымбеттің үрім-бұтағы 5000 түтін 20 мыңнан аса жан саны бар үлкен бір тайпа ел болып отыр. Үш жетім және олар жасаған мезгіл мекен. Жоңғарлардың 1716 жылға шабуылына ұшыраған Қызай ауылдары ата мекенінен батысқа қарай ауа көшіп, Балқаш көлінің батыс оңтүстік тұмсығындағы Итішпес көлінің бойына барып, бірер жыл еру болады. Қызайлардың осы ауа көшуі жөнінде ел аузында мынадай бір өлең бар. Әуелі ел ауғанда Қызай ауған, көлінен Итішпестің қайың сауған. Қалмақтың шабуылы қанғақ сатып, Қызайлар тоқтай алмай үріккен жаудан. Қызай ауылдары жаңа қоныстарға барып орнығып, ес жия бастаған тұстарда ағайын ішіндегі бірер тентектің зорлық зомбылығы мен жәбірлеуіне ұшырай берген 3 жетімнің шешесі Тойын анамыз өрістегі малын, басындағы үйін, бауырындағы қазанын тастап, 3 жетім егін жетелеп, бір түн ішінде алыстағы төркіні Сарүйсін еліне қашып кетеді. Ұзақ жолды жаяу басып, сансыз азаптарды бастан кешіріп, жадап жүдеп әрең жеткен Тойын анамыз бен Қаршабай жиендерін Сарүйсін елі құшақ жая қарсы алып баспана болады. Жиендерін бауырына тартып баулып тәрбиелейді, ер жеткізіп үйлендіріп, енші бөліп береді. Қызайлардың төркініне кеткен анамыз бен оның балаларын артынан іздеп барып дер кезінде алып келуіне үркін қорқындағы жаугершілік заман мүмкіндік бермейді. Кейін ел ішінде бір мезет тыныштық орнап, ес жиған кезде Қызай ақсақалдары Сарүйсін еліндегі анамыз бен оның бала-шағасын елге көшіріп әкеледі. Өшкені жаны бөлгені тірілгендей болған Қызай елі қайта қауышқан туыстарымен жылап көрісіп үлкен той жасайды. Өткенге салауат, ендігіге берекетлесіп, бір-бірінен кешірім сұрасып, қайтадан тату-тәтті, берекелі тіршіліктерін бастайды. Үйсін еліне би болған 3 жетімнің бірі Есенгелді енді өз елінің билігін қолына алады. Ақын Доспер Сауырғұлы Есенгелді дастанында 3 жетім туралы былай деп толғайды. Жолымбет мал иесі момын болды, мінезі қойдан жуас қоңыр болды. Сенімді тиянақты ел жұртына кәдімгі кәриядай порым болды. Есекең қой бастаған серке болды, сол текен кенже мырза ерке болды. Жақсылық жамандықпен егіздеген бұл бақыт 3 жетімге ерте қонды. Бұл елдің биі болды Есенгелді, ел қамын бірдей шешер десең болды. Қақ жарар қара қылды әділетті, қаратқан ел аузына шешен болды. Жолымбет мінезінің салмақтылығы, еңбекшілдігі, көпшіл бауырмалдығы,
істеген тындырымдылығымен ел құрметіне ерте бөленіп, шешесінің сенімді ақылшысына, екінісінің қамқор ағасына, береке бірліктің ұйытқысына айналады. 20 жастарға жетпей-ақ, жұрт көзіне үлкен ақыл иесі, сенімді, тиянақты, ел жұртына кәдімгі кәриядай торын болып көрінеді. Қағылез, зеректеу інісі, Есенгелдінің нағашыларындағы білікті ел ақсақалдарының жанына қосып беріп, ұлы дүбірлі жиындарға қатынастырып, ел жағдайын, жер жағдайын, ел билеудің қыры мен сырын білуге баулиды. Сөйтіп Есенгелді жастайынан Сарыүйсін елінің биі болып сайланады. Кіші інісі Сұлтангелді де өте келіскен, келбетті, өңді жігіт болып ержетеді. Оған кішкентайынан бастап келбетіне сай келетін сәнді киімдер кигізіп, ертұрманын күмістетіп, жорға мен жүйрікті таңдап мінгізіп, бетке қақпай еркелетіп, еркіне жібереді. Құс салып саятшылықпен айналысуға, сал серілік құруға, мырзалыққа, мергендікке, найзагерлікке баулиды. Жолымбеттің байлығына жомарттығы да сай екен. Ертеден қара кешке дейін қазаны оттан, чауғыны мостан түспейтін. Үйіне келімді кетімді адам үзілмейтін, дастарханы жиылмайтын, нағыз меймандос қайырымды адам болыпты. Үйіндегілерге қонақсыз үйде құт, ырыс болмайды деп қадағалап, мейлі келген қонақ бай манап болсын, жетім жесір, ғарып мүсәпір болсын, жақсылап күтіп сыйлап, разылығын алуды тапсырып отырады екен. Сондықтан болса керек, ертеректе өзегің талса өзгеге емес, Жолымбетке бар деген сөз тарапты. Жолекеңнің мінезі салмақты, сабаз, шалағайлыққа жаны қас адам болғандықтан, соғыс кездерінде орнын өгейстуге болмайтын төтенше маңызды ауыр жұмыстардың бірі бақауылдық, яғни соғыс кезіндегі артқы шеп қамдау жұмысын басқарушы міндет Жолекеңе сеніп тапсырылады екен. Бақауылшылар соғыс шебінің артында абылайшасын артып, бес қаруын сайлап, қылышын қылпылдатып, найзасын ұштап, жебесін жетілдіріп, ат көлік азық түлігін қамдап, өздерінше ошарылған бір топ болып жүреді екен. Алғаш шепте соғысып жатқан аламан әскерлер кейде басым жауға төтеп бір алмай қысылған кездерде бақауылшыларға хабаршыларын шаптырып оларды көмекке шақырады екен. Осындай шешуші шұғыл кезеңдерде Жолекең қол астындағы адамдардың азғантайын артқа қалдырып, қалғанын түгелдей соғысқа бастап келіп, жаудың ұрымтал бір бүйірінен тиіп, астамшыл жаудың аптығын басып, қарып жойып, ерекше ерлік көрсеткен батырлығы да аз болмапты. 1757 жылы Абылайхан Чин хандығының уәкілі, жоңғар уәкілі Аягөз маңындағы Мамырсу бойында соғыс тоқтату шешімдерін жасасады. Абылайхан өзі басқарған ел жұртымен Чин хандығының қарауына өтетіндігін мәлімдеп, хат жолдайды. Абылайханның бұл шешімін Қабанбай батыр, Есенгелді би сияқты батырлар мен билер батыл қолдап шығады. Осыдан бірер жыл бұрын арқадан қайтауып Аягөзге көшіп келген Қызай ауылдары үйлерін тігіп, сойыстарын әзірлеп, Мамырсу бойында бітімшілерді күту міндетін атқарады. Есенгелді би кеңесті өткізудегі елеулі еңбегімен, ерекше ұйымдастырушылық қабілетімен тағы бір рет көзге түседі. Ата жауы жойылып, ел іргесі тынышталғаннан кейін, Қызай ауылдары Аягөзден шығыстағы Байырғы ата мекеніне қарай жылжып, 1760 жылдар мөлшерінде Жетісу Алатауы сілемдеріне қайта келіп орныға бастайды. Бұл кезде жасы 60-қа таяған Жолекең немерелі шөбірелі болып, Жолымбет ауылы деп аталып, Жетісу Алатауының шығыс оңтүстік күнгейіндегі сары бөктерден қыстаулық алып, сол жерге мықтап орнығып, жасы 80-нен асап, 1790 жылдар мөлшерінде қайтыс болады. Сол қыстаулықтар күні бүгінге дейін Жолымбет деп аталады. Одан тыс, осы сары бөктерде Қазымбет, Қарымбайдың жоны деген жерлер бар. Қазымбет, Қарымбайлар да Қызайдың Тәңірберді ұрпақтары. Жолымбет елі. Жетісу Алатауының күнгейін қыстаулық, күзеулік, көктеулік етіп, тау үстімен теріскейін жайлап өсіп өнген Қызай елі 19 ғасырдың басында алдымен Тарбағатайдың Шағантоғай өңіріне, онан соң Бұратала өңіріне келіп қоныстанады. Жолымбет ауылдары негізінен қазіргі Арас ауданына қарасты жерлерде қыстап, жазда қазіргі Құлжа ауданының Көкқамыр жайлауына дейін ішкерлей келіп, мал бағып қайтып отырған. Турасудан басталып оңтүстікке қарай ағатын бұлақтың Бұрымбет бұлағы деп аталуы осының дәлелі. Бұрымбет Жолымбеттің шөпшегі.
1880 жылдардың басында Қызай елі Боқаш, Сасан, Баяке болыстардың бастауымен жаппай елге көшкенде Жолымбет ауылдары Боқаш болыс бастаған рулармен бірге талқына асып, Күнес өзенінің солтүстік жақ күнгейіндегі Тасөткелден қазіргі Аққой пермасы, Төтеге дейінгі жазығы Изен Жусанды тауы, Пұта бүргенді, бетегелі жабайы алма өрігі самсыған, аңымен құсы жыртылып айырылған осынау жұт жүрмес құтты мекенге қоныстанады. Кейінірек бір бөлім Жолымбет ұрпақтары ұтының батыс босағасындағы Қара күнгейге және Түргенге, Үшкептерге дейін барып мекендейді. Ал жаз күндері Қас өзенінің оңтүстік қапталындағы Төтенің кезеңінен Қас басындағы Көкшоқы, Көкқайқы, Көркі, Арыстанға дейінгі шөбі шүйгін, суы мол, орманды алқаптарды жайлайды. Бұл өңірлер күні бүгінге дейін негізінен Жолымбет елінің қыс-қыстауы, жаз жайлауы, құт мекені болып келеді. Осы құт мекенге орныққан 1,5 ғасырға таяу уақыт ішінде малымен басы тең өсіп, жесірі мың қой айдаған Төңірек бай, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заманды да, аумалы төкпелі кездерде де басынан кешірген Жолымбет елінен, елін әділ басқарған көсемдер, шешендер, билермен ірі байлар, шипагер, әулиелер, зергер, ұсталар, ағартушылар, тағы да басқа да алуан кәсіппен өнер иелері өмірге келді. Жолымбет елі Нылқа ауданының Қаратөбе, Мыс Құжыртай, Жоғарғы Аластай ауылдарына, Ақтас пермасына, Күнес ауданының Түрген ауылы, Үшкептер қыстағы сияқты жерлерге шоғырлы, Нылқы қалашығы, Құлжа қаласы сияқты жерлерге бытыраңғы қоныстанып, әртүрлі кәсіппен шұғылданып, бай бақытты тұрмыс кешіріп отыр. Жолымбеттің елге танымал ұрпақтары. Жолымбет тайпасынан сөз ұстаған билер, ел бастаған көсемдер, ел қорғаған батырлар, әр өнердің майталман шеберлері көп шыққан. Жаңа жүңгі құрылғаннан кейін партияның дұрыс басшылығында Жолымбет елінде де тың серпіліс жарыққа шықты. Партияның әр кезеңдегі алға қойған өзекті міндеттерін, басты бағыт саясаттарын батыл қолдап, социалистік құрылыспен өзгертудің, реформаның жаңа табыстарына қол жеткізді. Халық тұрмысы жақсарды. Мәдениет денсаулық сақтау, оқу-ағарту істері қарыштап дамыды. Жолымбет әулетінен жүздеген кадрлар, зиялылар, алуан түрлі кәсіп игерген мамандар шықты. Жолымбеттің шынара аса құнды мұралар сақталған қара шаңырағы, Жолымбеттің екінші баласы Байбарақтың ұрпағы Серғазы Сағымбетұлының отбасында. Тағы бір сөз, Жолымбеттің үлкен баласы Баянбайдың екінші ұлы Жайық және Баянбай ішіндегі қожаның тұңғыш баласы Кегенбай өз заманында би болған. Сондықтан бұл екі атамыздың ауылдары күні бүгінге дейін бидің ауылы деп аталады. Алайда олардың биліктері жөнінде қолымызда деректі материал тапшы болғандықтан оларды жеке таныстырмадық. Әуелі Жолымбет елін еске алғанда Жолымбеттің ұрпағы Бөлкен әулиені еске алмай тұра алмаймыз. Бөлкен Боқанайұлы межемен 1820 жылдары Барлық тау өңірінде туылып, 1905 жылдары Текестің Қарадаласында қайтыс болған. Бөлкен әулие сол заманда өзінің ерлік батырлық әулиелігімен ел жұрттың қадір қымбатына бөленсе, қазіргі ұрпақтардың Бөлкен әулиені естен шығармай, оған табынатын, құрметтеп сыйынатын, әулиеден шапағат тілейтін арқа сүйер сүйеніші болуда. Бөлкен әулиені арнаулы бағдарлама жасап, жеке таныстырамыз деген оймен бұл жерде көп созбадық. Сонымен бірге Жолымбет ұрпағынан 3 адам қажыға барған. Олар Байбарақтың Сәт ауылынан шыққан Жұмай қажы, Баянбайдың Боқанай ауылынан Мейірбан қажы, Баянбайдың Құрымбай ауылынан Нүсіпқан Көнбайұлы. Алдыңғы екеуі еліміз азат болардан бұрын ертеректе өз күшіне сүйеніп Меккеге барып тәуіп еткен. Жұмай қажы Мекке Мединеде қайтыс болып сол араға жерленген. Ал Нүсіпқан Көнбайұлы азаттықтан кейін ұйымдық жақтан басқа да серіктермен бірге қажыға барған. Ыстамбек Бұрымбетұлы. Ыстамбек Бұрымбетұлы Жолымбет елінің тұңғыш ақалақшысы, аса беделді, төтенше дәулетті болған кісі. Ыстамбек ақалақшы ел басқару жұмысында үй-ішілік істерінен де аса кең, қолы ашық, жомарт адам болған. Қабанбай руынан шыққан Еспосын батыр, яғни Акбар батырдың әкесі, Ыстамбек пен Бажекен Еспосын Қоңырқан төренің, Ыстамбек Жүнісқан төренің қызын алған. Оразқан ақалақшы Ыстамбекұлы. 1920 жылы халықтың қалауымен Ыстамбек ақалақшының орнына 24 жасында ақалақшы болып сайланған. Оразқан ақалақшы Күнес өзенінің солтүстігіндегі Қарағайлы судан Тасөткелге дейінгі Қастың оңтүстігіндегі Қаратөбеден Қас басына дейінгі ұлан байтақ өңірдегі елді тұтас басқарған.
Оразхан мен дәмдес, тұздас болған көнегөз қариялардың айтуына қарағанда, Оразхан алғабасар, халықшыл, турашыл, әділ болған. Оның ел жұрты мен халқына жасаған игі істерін, қоғамдық ортаға жасаған ықпалын арнаулы бағдарлама қып жасаймыз деген оймен бұл жерде кеңінен толғамадық. Жолымбет ұрпақтарынан шыққан Манпаң, Зәңгі болғандар. Жолымбет ұрпақтары өз алдына бір болыс ел болып, Ыстамбек ақалақшы сайланғанда Ыстамбектің баласы Ысқақ Манпаң, Оразхан ақалақшы болған дәуірде Байбарақтың Сәт ауылынан Тоқош Жұмайұлы, Баянбайдың Қожа ауылынан Сайділда Нұрекеұлы Манпаң болған. Кейінді азаттықтың алдында болыстық, зәңгілік дүзім жойыла қоймаған тұста Саятқан Сайділда ұлы Манпаңдық мәнсап алған. Алайда Манпаңдық міндет өтемеген. Демек Жолымбет ұрпақтарынан осы 4 кісі Манпаң болған. Тоқош Манпаң ел басқару ісіне пысық, сөзгер, әрі істің қисынын табатын іскер кісі ретінде Ыстамбек ақалақшының мықты қолғанаты, сенімді серігі болған. Ыстамбек өлгеннен кейінде бір мезгіл Оразхан ақалақшының Манпаңы болған. Тоқоштың жүріс-тұрысына, тұрқына қарап, сол заманның адамдары оны қара жорға деп атайды екен. Ысқақ жас, білімді, іскер, халықтың қалауынан шыққан Манпаң болған. Өкінерлігі ол тімерде жазатайым дүниеден өткен. Жабай Байғозыұлы, Шәкіш Жұрқаұлы, Кәріпжан Ыстамбекұлы, Нұреке Кәріұлы, Кендірбек Мейірқан Қажыұлы, Оразбай Әділұлы, Тазабек Бекжанұлы, Мұратбек Мәжінұлы, Хасен Нұрекеұлы, Ахмет Қойекеұлы, Иманбек Пітебайұлы, Нақысбек Жабайұлы, Сырайыл Ыстамбекұлы, Базарбай Бұрымбетұлы және Медеубек Нұртай Болатқан Қажыбек, Мапай Омархандар да Зәңгі болған. Бұлардың ішінде Шәкіш Зәңгі Шөтаңнан қанзуша оқып, қанзу тіл жазуы жөнінде белгілі білім алған. Сондықтан Шәкіш Зәңгі Жолымбет елінен алынатын әр жылғы алынман салық бажы шалаңдарды жылына бір рет ел бойынша күре үкіметіне өткізіп тұруға жауапты 6 зәңгінің үстінен қарайтын оралаң зәңгі болған екен. Жолымбеттен шыққан шежіреші, шешендер, оқымысты молдалар. Жолымбет елінде дін жолын ұстаған молдалардан арабшаға жетік, оқымысты беделі жоғары 5 үлкен молда өткен. Бұлар Божалақ Жұрынұлы, Өмірбек Қыстаубайұлы, Бәженай Іңкәрұлы, Тумаш Жұмайұлы, Аяубек Ыбырайымұлы. Осы молдалар сол дәуірде ауылдарда мектеп ашып, көнеше араб тіл жазуында бала оқытып, үйренуге құштар талапты жастарды тәрбиелеп сауаттандырған. Осының нәтижесінде Жолымбет ұрпақтарынан талапты, жеткіншек оқытушылар жетіліп шығып, бір топ оқымысты зиялылар өсіп жетілуіне мықты негіз қалаған. Жолымбет елі өз алдына бір болыс ел болып, өз ісін өзі шешетін, ел ағаларының мақұлдауын алатын жуықтағы дәуірде Есірке Қалбағұлы, Жанапия Қилыбайұлы Камасия болған. Айт Іңкәрұлы, Майқы Сембұлы, Беке Байғабылұлы, Бейсенбі Есентайұлы қатарлы сұңғыла адамдар ел ішіндегі келелі істерге араласып, әділдікті жақтап төреші болған. Боқанайдың Шүленбай ауылынан Анабай Қараби атанып, кесіп айтатын турашылдығымен жұрт құрметіне бөленген. Жоғардағы алғашқы 5 молданың шәкірттері Смағұл Божалағұлы, Омар Тұтқабекұлы, Қарибан Бәженайұлы, Жапар Бәникеұлы, Болатбай Тұмашұлы, Қапан Тұрғынбайұлы, Қанағат Айтекеұлы, Балапан Әбдіғалыұлы, Әуесқан Ақтайұлы, Оспан Серкабайұлы, Ыдырсақын Қоңызұлы қатарлы алғабасарлар арт-артынан жетіліп шығып, әр ата, әр ауылдарда мешіт, медресе ұстап бала оқытты. Сол заманда мектеп ашып, бала оқытып тәрбиелеу кезде көз ашып көкірегі ояу елбасыларының маңызды шаруасы болды. Мәселен 1930 жылдардың алдартында Жолымбет еліне қарасты орындардан Төте Оразхан мектебі, Боқас мектебі, Отымыс мектебі және Желді мектебі сияқты мектептер ашылды. Осы мектептерден сауат ашып кейіндеп жаңаша білім толықтырған. 1940 жылдардан бастап оқытушылықпен шұғылданған оқу-ағартудың алғашқы жарық жұлдыздары Нұрғазы Естайұлы, Әният Мошанұлы, Аят Нүсіпқанұлы, Уан Тынышбайұлы, Әділхан Бейсенбіұлы, Сүлеймен Семейұлы, Сыдық Серкабайұлы, Смағұл Әубәкірұлы және Ыстамбектің молда шабарманы әрі қатшысы болған Шежінбек Төлеубайұлы қатарлы кісілер еді. Омарбек Жананұлы, Қалбек Ақтайұлы, Әділхан Пұтабайұлы қатарлы өз елінің ата тегін көңіліне жаттап, көкейіне тоқыған әйгілі шежірешілер халықтың тарихи асыл мұрасын жинақтап сақтаған. Өткір сөздің иесі, әділет жолында аянбайтын, аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін, халықтың жоғын жоқтап, елдің береке бірлігін қорғайтын атақты шешен Танабек Ақтанұлы, Жүніс Байекеұлы қатарлы шешендер болған. Бұларды ел Танабек шешен, қалмақ қазаққа сөз бермейтін Қарабұқа шешен деп атап кеткен.
Баянбайдың екінші баласы Жайық өз тұсында ел жұртына танымалы Жайық би атанған. Жайық мәнсапты бай болмаса да, шаршы топта елмен ел арасын пітістіріп, әділдікті жақтап, халықтың жоғын жоқтаған сөзгер де шешен би болған екен. Кегенбай Қожанұлы 18 жасынан бастап Сарыүйсін еліне би болған. Сарыүйсін елінен қайтып келгеннен кейін Тәңірберді ішінде бет-беделі бар, әділ төрелік айтатын, кесім айтып билік жүргізетін халықтың қолдауын алған турашыл би болған. Қазақтың қолөнерін дүйім елге танытқан Жолымбет елінен шыққан шебер қолөнершілер. Өнер өрінде Жолымбет ұрпақтары арасында өзінің адал еңбек, табан ет, маңдай терінің арқасында темірді жездей қақтап, ағаштан түйін түйген үй ағашшылар, күміс ұстайтын зергерлер, сімер, етікшілер болған. Әсенхан Бүрдібайұлы, Нүсіпхан Зәңгірұлы, Мырзабек Еркебайұлы, Сағынбек Рахымбекұлы қатарлы ұсталар, Даржы Әзірбай Тілебұлы қатарлы үй ағашшылар, Жүнісбай Мұхамәлиұлы, Жүнісбек Түкенбайұлы, Медеу Әзірбайұлы қатарлы етікшілер болған. Әзімхан ана, Тәжімхан ана, атақты ақ қалпақшы Рази Қалқабай қызы, алтын саусақты ана атымен даңқы шыққан Ділдақан Бұғыбай қызы, Жәмихан ана қатарлы аң терісінен неше түрлі ішік, тұмар бояумен сары торғындай иілеп, балақ жеңін кестелеп тон шалбар, әшекейлі ою өрнек, кестелі сырмақ, түскүйгіз киім жапқыш қызайдың төрт сайлы ақ қалпағы, кигіз үйдің баушуы, сидем ши жасаудың шеберлері болған. Олардың қолөнер тапқырлықтары қазіргі заман қазақ жастарын қазақтың қолөнеріне баулып, тәрбиелеудегі аса бағалы оқулық. Жолымбет елінен арысқа түскен палуандар мен батырлар. Тілеп Боранбайұлы Жайсаң әулетінің немересі болып келеді. Тілеп палуан денелі, ер жүрек батыр болыпты. Жаугершілік заманда бел ұстасы арысқа түсе алмаса да, бойындағы күші мен қайратын, елін, жерін жаудан қорғауға арнаған қайратты, жойқын күштің иесі көз қатар мерген екен. Шымыт Байғозұлы Жайсаңның Боранбай ауылынан шыққан атақты қарулы палуан. Ақбас палуан. Ақбас Мейірман Қажыұлы жойқын күштің иесі болғанымен өте жас болғандықтан арысқа түспеген. Жолымбет елінен шыққан атбегі, құсбегі мергендер. Алты ата Жолымбет ұрпақтарынан ат жалын тартып мінген, балалық шағынан өмірінің соңына дейін бәйге, ат, қыран құс баптаушылар, асқан мергендер болған. Атап айтқанда Әлімбек Нүсіпханұлы, Әлімхан Чайымшіреұлы, Оралбай Ыстанбекұлы, Әбділда Шегебайұлы, Әкімбек Қуанышбекұлы, Әмеш Әкімбекұлы, Қанағат Керімбекұлы, Бақыт Әсенханұлы, тағы басқалар өткен. Жолекең ұрпақтарынан әскери сапқа қатынасып, отан қорғау жолында өзін арнаған даңқты құрбандар. Жолекең ұрпақтарынан азаттық армия қосынына, үш аймақ төңкерісіне бұрын соңды неше жүздеген адам қатынасқан. Әбутәліп Рақымжанұлы, Әуелбек Есбосынұлы, Әнуар Тұяқбайұлы, Әбдіғалық Шойқұлы, Отарқан Әбдіқанұлы, Салқынбек Мәдиянұлы, Рақым Әнәпияұлы, Қабылбек Қоңқайұлы, Сауыт Әменұлы қатарлы төңкерістік құрбандар өз өмірін отанымызды қорғау ісіне арнаған. Бұлардың соңғы ұрпақтары мәңгі есінде сақтайды. Жолымбет ұрпақтарынан шыққан оташы емсек киелі шипагерлер. Омар Тұқышұлы Байбырақтың Сәт атасының тұқымы. Ол 1890 жылы туылып, 1948 жылы 58 жасында өз атамекені Қаратөбеде қайтыс болады. Омар қазақ дәрігері, ол алдын болжайтын сәуегей, әулие адам болған. Жұрт оны Омар Қалпе деп те атайды екен. Смағұлбек, яғни Мақай Бармақбайұлы. 17 жасынан бастап атақты емсек Омар Тұқышұлынан тәрбие алып, науқас емдей бастаған. Омар Қалпеден үйренген қазақ емшілігін дамыта отырып, тамыр арқылы науқасты айырып, аю бұғыдан тартып суық торғай, қара тышқан, құмырсқаларға дейін аң, құс, жәндіктен 1000 түрден астамын неше мыңдаған шөп дәрілерді өтімді пайдаланып, қазақ емшілігінде құнды да шипалы аса көп реттеп жаратқан. Гүлсін Сәске қызы, әйгілі оташы, Сәске шаңырағында туылып, оташылықты үйреніп өскен. Жолымбет ұрпақтарынан шыққан отаншыл қайраткерлері. Нақысбек Жабайұлы. Көнеше жаңашаға жеттік, аса дарынды оқу-ағарту ісіне ерекше күш шығарған адам. Ол іле қазақ-қырғыз оқу-ағарту мәдениет ұйымына 200 жылғы көмек берген, әрі қазақ-қырғыз оқу-ағарту мәдениет ұйымының мүшесі болған алға басар ағартушы. Мәриямхан Сәмбілқызы, танымалы, отаншыл әйел қайраткер. Көліктіктесу іске асқан жаңа дәуірде ол саясатты батыл қолдап және үгіттеп, өзінің іс жүзінде қимыл арқылы социалистік өзгертуге белсене қатынасқан. Осы жолда аянбай тер төгіп партия мен үкіметке танылған, ел жұртына қайырымды әйел қайраткер болды.
1950 жылы Шаушенға қаржылай көмек көрсетудің қызу өрлеуін қозғап жатқан кезде ашық ойлы отаншыл алғабасар анамыз Мәриям ханның бір өзі 150 тай тұяқ, 150 сәрі ділдә, 200 өгіз, бір айғыр үйір жылқы, 3 килограмм алтын атап, партия мен үкіметтің жалпы халықтың алқауын ие болды. Анамыз өмірінің соңына дейін аудандық, облыстық саяси кеңестердің жорасы сынды қоғамдық міндеттерді өтеді. Сейділда Нұрекеұлы көз ашық, көкірегі ояу, жаңашыл адам еді. Ол Қаратөбе мәлісі алғаш құрылғаннан кейін сауда саттық жұмысын жолға қойып, сауданың көзін ашып, халыққа пайдалы жұмыстар істеген. Бір жылы бір аэроплан тұманда адасып Қастың тауына соғылып мерт болады. Осы аэропланның ұшқышы аман қалып, бір малшының үйіне келеді. Бұл хабарды естіген Сейділда Мампаң өзінің қара бурасын жетектеп, жігіттерді бастап аэроплан соғылған биік таудағы шатқалдардан өтіп, аэропландағы өлген адамды жергілікті үкіметке жеткізіп берген. Айтыс және жазба ақындар. Жолекең ұрпақтарынан қазақтың айтыс өнерін елге танытқан, оны үзбей жалғастырып келген ертеректегі айтыс ақындарынан Нүсіпхан Сөбебайұлы, Молдақан Тұяқбайұлы, Өнерхан Бөрікбайқызы, Нүрихан Қарабұтқызы, Болат Десперұлы қатарлы ақын аға буындар кейінгі жылдарда Аят Шежінбекұлы, Жұмабек Медеұлы, Хасейін Нүсіпханұлы, Бейкен Нұрғалиқызы, Қаншай Садыққызы, Арақыш Қанатбекұлы, Ыдырыс Қамекейұлы, Тоқтасын Әлішұлы, Сауытқан Молдақанұлы қатарлы айтыс және жазба ақындар болған. Жұмабек Медеұлы, Хасейін Нүсіпханұлы үш аймақта аламан бәйгеде облыс дәрежелі жүлдегер болған. Жұмабек Медеұлы әйгілі ақын Жамалқан Қарабатыр қызымен айтысқа түсіп, жұрттың жақсы бағасын алған. Әншілерден облыстық театрдың кәсіптік әншісі, мемлекеттік екінші дәрежелі артист Байра Айдарқызы бастаған бір топ әнші өнерпаздарымыз бар. Жолымбет ұрпағынан шыққан өлкө және мемлекеттік сыйлықтың иегерлері. Смағұл Шуашбайұлы автономиялы райондық тұңғыш кезекті саяси мәслихат кеңесінің жиналысына өлкөлік еңбек озаты болып қатынасып, алтын медалымен сыйланған. Ішкі өлкелерде экскурсияда болған. Әбей Төкібайұлы Қаратөбенің Қарой қыстағынан тұңғыш рет құдық қазып су шығарған. Әбей тоғанын қазған әйгілі егінші, қазіргі теріс тоғанды Әбей тоғаны деп атайды. Берікбол Өмірбекұлы өлкөлік озат чопан. Оның баласы Өлбай әке жолын ұстанып, мемлекеттік озат чопан болып орталықтағы басшылардың қабылдауында болған. Сәбетқан Сейділдаұлы қарапайым егіншіден шөп шабу мәшинесін тапқырлап, 1994 жылы Жоңқа Халық Республикасының меншікті табыс құқығы орталығы жағынан меншікті табыс құқығын алды. Жолымбеттің әскери әкімшілік саладағы танымал ұрпақтары. Нүсіпхан Көнбайұлы 1896 жылы күзде Нылқа ауданының қазіргі Мыс ауылына қарасты Утық қыстағында туылған. Жолымбет ұрпағы ғана емес, бүкіл қазақ мақтан тұтарлық. Отырған жері ақыл кеңес, сөзінен әкімдіктен гөрі әкелік есіп тұратын кішпейіл, жайдары, маңына жан үйірілгіш жайсаң, жұрт көңілін алып халқының ойлаған жерінен шыққыш, қазаққа да, Ханзуға да, ұйғырға да қадірменді Нүсіпхан Көнбайұлы туған халқының көңілінде мәңгі жасай бермек. Айдар Аханұлы орталық және автономиялы район оған заң саласындағы үздік басшы деген еңбек жазған. Ол талай рет Jiangzemin, Лифың, Лейрюхан, Жорыңжи, Чаушы және Хужинтау қатарлы басшылардың қабылдауында болған. Гүлзира Нұрәділқызы облыстық саяси мәслихат кеңесі төрағасының орынбасары болған. Әкбархан Ахметұлы дивизия командирінің орынбасары дәрежесімен демалысқа шыққан. Армияның жауынгері Әкбархан 40 жыл әскери қосында міндет өтіп, 3 аймақ төңкерісі және социалистік төңкерістік отанның тұтастығы жолында елеулі еңбек сіңірген сақа төңкерісші. Манапхан Бәженайұлы Манапхан облыстық 8-ші кезекті халық құрылтайының уәкілі болған. Әбдімәжит Жүніс Ақынұлы Нылқа ауданында туылып осында ер жетіп, туған жері мен аяулы халқына зейін зердесін күш қуатын қалтықсыз арнап, ел үшін елеулі еңбек сіңірген адам. Ілгерінде кейінді Шианган, Аумын, Қазақстан, Қырғызстан, Бирма, Италия, Аустралия, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Голландия, Ватикан, Германия, Франция сияқты елдердің 20-ға тарта қалаларында экскурсияда болған. Асқанбай Танаулы Нылқа аудандық халық үкіметінің ақылшысы сияқты міндеттер өтеп келген. Көшербай Еркешұлы ұзақ жыл төңкеріс пен құрылыс істері жолында аянбай еңбек етіп, Бұқарамен біте қайнасып, Қажырлыда оқыпты болып, жастық өмірін партия халық істеріне арнаған басшы кадр. Жұмахан Қоқымбекұлы Нылқа ауданының социалистік құрылыс істеріне еңбек сіңген сақа басшы. Нылқа аудандық партком ұйымдастыру бөлімінің бастығы.
Налқа аудандық саяси кеңестің төрағасы болып істеген. Әбілоқап Оразбекұлы Налқа ауданында халық істер бөлімінің орынбасары партком орган комитетінің шужи міндеттерін өтеген. Уәлібек Нүсіпқанұлы Налқа ауданының Мысаулы Отығыстағында туылған. Налқа аудандық халық үкіметінде және Іле Қазақ автономиялы облыстық халық үкіметінде қызмет істеген. Сонымен бірге мемлекеттік көліктік құрылысшылар қоғамының 3 кезек алқа мүшесі, облыстық саяси кеңес 8-ші кезекті комитетінің тұрақты жорасы, Құлжағалалық халық құрылтайының уәкілі сынды қоғамдық міндеттер өтеді. Сонымен бірге осы шежірені жазу, баспаға ұсыну жұмыстарын ұйымдастыруға, басшылық етуге белсене қатынасты. Нұрәлі Мұсақанұлы Налқа аудандық саяси кеңес төрағасы, Налқа аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі болған. Әлімжан Қадылқанұлы Налқа аудандық саяси заң комитетінің шужиі болған. Мәулипа Мұсабекқызы Налқа аудандық саяси мәслихат кеңесі төрайымының орынбасары болған. Налқа аудандық саяси мәслихат кеңесінің әкім дәрежелі тұрақты жорасы болып, ауданның әр сала қызметіне елеулі үлестер қосты. Сағадат Нүсіпқанқызы Құлжағалалық халық құрылтайы тұрақты комитетінде аймақтық денсаулық сақтау басқармасында істеді. Ерсұлтан Нүптебекұлы облыстық халық істері мекемесінің орынбасары әкім дәрежелі зерттеушісі болды. Дүйсен Ақылбекұлы Құлжағалалық партком тұрақты комитетінің мүшесі, саяси заң комитетінің шужия, қалалық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісінің орынбасары парт группасының жорасы болған. Жансу өлкесінің Сужу қалалық саяси заң комитет шужиінің көмекшісі міндеттерін атқарған. Сонымен бірге бір өмірін халық істеріне арнап, ел үшін елеулі еңбек етіп тер төккен автономиялы район, облыс, аймақ, аудан, ауыл перма, қыстақтарда қызмет істеп, ел есінде қалған Жолымбет ұрпақтары да аз емес. Төлеген Елемесұлы, Мәткерім Аппасұлы, Ыбырайым Әдішұлы, Жамалбек Ақайбекұлы, Ермек Аятұлы, Асқар Айдарұлы, Сейден Сәпетұлы қатарлы бірнеше жүздеген сақа басшылар Жолымбет ұрпағының мақтанышы. Ғылым, техника, оқу-ағарту, баспасөз, дене тәрбие саласындағы қайраткерлер. Аят Нүсіпқанұлы 1919 жылы Налқының Төте қыстағында дүниеге келген. Аят сол дәуірдегі ұлы бастамаға оқу-ағарту ісіне із салушының, Іледегі қазақ оқу-ағарту негізін қалаушылардың бірі. Ұлағатты ұстаз Дәйеш Әбілқанұлы оқу-ағарту саласына 40 жылдан астам уақыт есе қосып, өз өмірін ұрпақ тәрбиелеуге арнады. Досымбек Нүсіпқанұлы 1927 жылы 8-ші айда Налқа ауданының қазіргі Мысаулы Төте қыстағында дүниеге келген. Оқу-ағарту саласының майталман маманы, әйгілі қоғам қайраткері. Іле 1-ші Спан мектебінің бұрынғы партия ешекасының шужия, мектеп меңгерушісінің орынбасары. Қылажден Сейілұлы 1934 жылы Налқа ауданының Қаратөбе ауылында дүниеге келген. Қылажденнің ғылыми еңбектеріне ғылыми зерттеу орындары мен осы қызметке басшылық ететін тараулар аса жоғары баға беріп, ғылыми еңбегін естелікке алып тұрақтандырған. Оның еңбегі әр ұлт халқының жақсы бағасына ие болумен бірге, автономиялы райондық мал шаруашылық меңгермесі 1981 жылы оған мал шаруашылық маманы деген даңқ куәлігін берді. Елеусіз Смағұлұлы автономиялы район жағынан үздік оқу-ағарту қызметкері деген алтын медалмен сыйланған. Сауыт Әбсағатұлы Іле облыстық достық шипаханасының ішкі аурулар бөлімінде шипагер, бөлім меңгеруші және Іле облыстық Шиңқуа шипаханасының бастығы болған. Тете аға шипагер, Жүңгі шипагерлер қоғамының, Шинжаң шипагерлер қоғамының, Іле облыстық шипагерлер қоғамының, Іле облыстық қазақ шипагерлік қоғамының мүшесі, Іле қазақ автономиялы облыстық мамандар кеңсесінің мүшесі болған. Гүлі Әукенқызы ақпарат саласының майталманы. Таңжарық, Тияншандағы Қызыл гүл, Жайлаудағы Мылтық дауысы, Тосын құдалық киноларын алуға қатынасқан. 38 жылда Іле облысының ақпарат баспасөз істеріне елеулі үлес қосып, қалың жастар мен өрендерді күш сала тәрбиелеген. Сонымен бірге Әкімғазы Мәлікұлы, Қуанжан Әлімжанұлы, Айнұр Әлімжанқызы қатарлы техника, компьютер мамандарымен бірге Сәулежан Жұмабайұлы, Сабыржан Зинатқанұлы қатарлы дене тәрбие саласында атағы шыққан мықтылар дүниеге келген. Бұл мақаламызда Жолымбет бабамыздың елге еңбегі сіңген, халық назарындағы барлық игі жақсы ұрпақтарын толық таныстырып кеттік деп айта алмаймыз. Аты аталмаған әлі неше жүздеген ұлағатты ұрпақтары бар. Уақыт шекті болғандықтан таныстырылмаған кісілердің жақындары мұны дұрыс түсінеді деп білеміз. Ұрпағынан ұлағатты, ұлық кетпеген Жолымбет ұрпақтары қазіргі бейбіт ынтымақты тамаша заманның талабына сай дөңгелек дәулетті өреге жетуге, жарасымды қоғам құруға жаппай құлшынуда.
Мақаланы оқып дайындаған Қуандық Ясынбайұлы. Пайдаланылған материалдар Уәлбек Нүсіпқанұлы, Тоқтасын Әлішұлы жазбаларынан. Армысыздар, ардақты ағайын. Алқаудандық ән бермесінің артисі, алымды асаба, жүйрік жүргізуші Қуандық Ясынбайұлы той жүргізу, ән айтудан тыс тойға қатысты жұмыс көлемін кеңейтіп, түрлі тойларыңызды сапалы аппараттармен барып, кескінге алып, бағағыңызды басып, келіннің бетін ашып, тойыңызды жүргізіп, әзілімен күлдіріп, сиқыр өнерімен қыздырып, сақана шырақтарымен гүл қылып, асабаның қандай болатынын білдіріп, тойыңыздың бар қажетін бір орыннан тандырып, 8 аудан бір қалада, нылқы күнес құлжадада, сіздерге сиымды, біздерге тиімді бір бағада, әнші өнерпаздар тобымен бірге тойыңыздың мерейін тастап, салтанатын асырады. Сонымен бірге нұрлы студиямызда сүйемел музыка жасау, әнді қалау, клип түсіру, концерттік көлемді қимылдарға музыкалық аспаптар майлау, оқыш тәрбиелеу қатарлы жұмыстарын істейді. Жанұяңызда жақсылық, ауылыңызда той болсын ағайын. Той болса Қуандық Ясынбайұлын шақыруда ұмытпаңыздар. Байланыс телефоны 133 19 74 05 79. Нұрлы студиясы.